жатқан кезде таудай күнәңмен келатқаныңды елестет. Сен құтыратын нәрсе жоқ. Сен таудай күнәңмен келатқаныңды мойында. Ол қазір түсе ме түспей ме ол да белгісіз. Сонда пайғамбар саллаллаху айтады: "Күлләмә сәжәдә ау ракаға", сәжде жасаған сайын, руку жасаған сайын тасақатат анху, жаңағы күнәлардың барлығы түсіп жоқ болады дейді. Қараңыз қандай мәселеде. Сол намаздан шыққан кезде, қараңыздар, хоража мин салатихи, ол намаздан шығады, кама хоража мин батни уммихи мин азунуб. Намаздан шыққан кезде анасының құрсағынан шыққандай күйде күнәлардан тап-таза күйде шығады дейді. Сен проблемамен келетсің мешітке. Таудай күнәмен келетсің. Сол күнә істеп қойғандықтан намазды алып келінеді екен. Алланың даналығы солай қалаған. Сол намаз арқылы ол өшіріледі сосын. Ассалаумалейкум, мұсылмандарым. Ерлан Ақатаев дегеннің діннен еш хабары жоқ дінші молда екенін мен бірнеше алдыңғы видео лекцияларымда Құран арқылы дәлелдеп берген едім. Бір ауыз сөзбен жеткізетін нәрсені мылжыңдап, езіп жарты сағатқа созады. Хадисте айтылғандай қысқа сөйлеп, ойын жеткізу дегенді білмейді. Елдің бәрі ойлайды, егер адам арабша жақсы сөйлесе, үлкен ғалым екен деп. Осыны пайдаланып, Ерлан екі сөзінің бірін арабша айтады, өтірікшін аралас. Тіпті надандығы сонша кейде Құранға өзінің қияли сөздерінде қосып жіберіп, Аллахтың атынан сөйлегенін көріп, осының дені дұрыс па деген ойда келеді. Егер арабша білген адамның бәрі үлкен ғалым болып кететін болса, онда ең бірінші арабтардың бәрі үлкен ғалым болып кетер еді ғой. Өкінішке орай, бұл өте қате пікір болып саналады. Білімді ұстаз бен университет емес, тек жалғыз Аллах қана береді. Осыны ұқпай сізде білім ешқашанда болмайды. Менің видеомды көріп, маған бір аят жазып жіберіпті. Басқаға тиіссеңіз де осы Ерланға тиіспеңізші, өте тәтті сөйлейді деп. Осындай тілі тәтті, сөзге шешен, аузын керіп, өзін керемет ғалым ретінде көрсеткісі келетін Ерлан сияқты дүмші молдалар туралы хадисте былай айтылған: сөзге шешендік сиқырдан дейді. Орысша айтқанда красноречие от колдовства. Ал сиқыр жын шайтаннан екенін ұмытпаңыздар. Білімсіз адамдар осындай шешен тілмен тәтті сөйлеген дүмші молдалардың артынан еріп, қалай адасып кеткендерін де білмей қалады. Егер сіздер Құран мен хадистарды дұрыс түсінгілеріңіз келсе, шайтанның артынан адасқыларыңыз келмесе, онда осындай лапшагундарды босқа тыңдағанша менің видеоканалыма жазылып, менің сайтыма кіріңіздер. Адресі islam.kz. Ерлан өзінің лекциясында аузын керіп, шайтанның шығарып берген өтірік хадистарын айтып мәз болып отыр, өзін өзі риза болып. Намаздан кейін күнәларың кешіріліп, анадан жаңа туғандай пәк таза болып шығасың деген хадис ешқайда жоқ. Егер Ерланның бұлшылына сенетін болсақ, онда Аллах жаратқан қиямет күні бізге неге керек? Егер Аллах күнәларымызды бұл дүниеде кешіретін болса, онда шындықты ғана көрсететін таразасын не үшін жаратты деген сұрақтар келеді ойыңа. Ерлан сияқты дүмші молдалар осындай элементарный нәрселерді ұға алмаған болса, шариаттың қиын сұрақтарын қайдан ұғады? Бұлар надандығымен Құранда жазылған аяттарды жоққа шығаруда, басқасын айтпағанда. Бұл ақымақтар үшін Құрандағы Аллахтың сөзі емес, шайтан шығарып берген өтірік хадистар бірінші орында тұрады. Арабша сайрап отырып, Құранды жоққа шығарып отыр мына ақымақ Ерлан. Құранда шаңның үлкендігінде жасаған күнәларың мен шаңның үлкендігінде жасаған жақсылықтарың болсын, бәрін қиямет күні таразыға салып өлшейміз дейді Алла Тағала. Сондықтан жасаған күнәміз ешқайда кетпейді, бәрі жазылып жиналып жатыр есеп кітабымызда. Оқыған намазыңызға, ұстаған оразаңызға, жасап жатқан жақсылығыңызға бәріне сауап жинайсыздар. Олар ешқандай күнәні өшіре алмайды. Сосын қиямет күні жасаған күнәларыңыз бен сауаптарыңызды Аллах таразыға салып өлшейді де шешім қабылдайды. Құранның аудармасын оқыңыздар, осындай дүмші молданың артынан адаспас үшін. Осындай адамдарды
мен дүмше молда десем, олардың артынан ерген білімсіз сектанттар маған ренжиді, неге ұстазымызды елдің алдында масқара етесің деп. Сонда мен шайтанның досына айналып шындықты жасырып, халықтың әрі қарай шайтанның артынан адаса берулеріне көмектесуім керек пе? Өздеріңіз ойлап көріңіздерші. Мен әлхамдулиллах Аллахтың құлымын. Сондықтан мен қазақтардың адасуларын қаламаймын. Аллах Құранда былай деп бізге ескертеді: шаңының салмағындай жақсылық жасаған адам жасаған жақсылықтарын көріп сыйақы алады. Ал шаңының салмағындай жамандық жасаған адам оны көреді және ол үшін жазасын алады. Көрдіңіздер ме? Шаңының үлкендігіндей, шаңының салмағындай жасаған жамандығың болса, күнәң болса, оны да көресің деп отыр Алла тағала. Сондықтан күнәларыңыз ешқайда кетпейді. Осындай дүмше ақымақтарға сенбеңіздер. Бұларға сенсеңіз, шайтанға сенген болып шығасыз. Сосын қиямет күні жасаған жақсылығымыз бен күнәларымыздың бәрін алдымызға әкеп береді. Аллах тағала Құранда былай дейді: қиямет күні біз әділ таразыны орнатамыз және ешкімге әділетсіз әрекет етпейміз. Егер қыша дәнінің салмағындай, қыша деген горчица, кішкентай, дәнінің салмағындай жасаған күнәң не жақсылығың болса, біз оны әкелеміз. Біз бәріне есеп жүргіземіз дейді. Сонымен көріп отырсыздар, қиямет күні деген орысша айтқанда судный день дейді. Бәріміз соттайды. Егер Алла тағала бұл дүниеде күнәміздің бәрін кешіріп тастайтын болса, өздеріңіз ойлап көріңіздер, қиямет күні күнәмізді неге таразыға салады? Сол қиямет күні жасаған бүкіл күнәларымызды таразының бір жағына, жасаған жақсылығымызды екінші жағына салып, Алла тағала өлшейді. Сосын шешім қабылдайды. Алла тағала былай дейді оны: ал сол күні кімнің таразысы ауыр тартса, міне солар бақыттылар. Ал кімнің таразысы жеңіл тартса, міне олар өздерін зиянға ұшыратқандар. Олар тозақта мәңгі қалады дейді. Көрдіңіздер ме? Ал енді менің сөзімді естіп ап, сіздердің көңілдеріңіз бұзылып жүрмесін. Аллахтың мейірімі, қайырымдылығы, қамқоршылығында шек жоқ. Сондықтан Алла тағала сіздерге былай деп үміттендіреді: бірақ кімде-кім тәуба қылса, сондай-ақ кім иман келтіріп, ізгі іс істесе, міне Алла олардың жамандықтарын жақсылықтарға ауыстырады дейді. Ал Алла өте жарылқаушы, ерекше мейірімді дейді. Сондықтан да көбірек жақсылық жасаңыздар. Жасаған күнәларыңызды ешкім кешірмейді. Аллахтан басқа сол Аллах қиямет күні ғана кешіреді, егер кешірем десе. Сондықтан осындай дүмше молдаларға сенбеңіздер. Арттарынан шайтанның қалай адасып кеткендеріңізді білмей қаласыздар. Сақ болыңыздар, мұсылмандар. Мен сіздердің жәннаттың төрінде Фирдаусқа кірулеріңізге себеп болғым келеді. Сондықтан менің islam.kz сайтыма кіріп, материалдарды, статьяларды оқыңыздар дін туралы. Менің видео каналыма кіріп, жазылып, видеоларымды оқыңыздар. Егер тура жолға түскілеріңіз келсе, Аллах бүкіл мұсылмандардың күнәларын кешіріп, қарыздарынан құтқарып, жәннаттық ете көрсін. Амин.